Менің есімім Қадыров Дәулет Төлеутайұлы, Семей қаласының тумасымын. 2015 жылы Астана қаласындағы Евразия ұлттық университетін туризм мамандығы бойынша тамамдадым. Және де сол университетте әскери кафедраны тәрбие және идеологиялық жұмыстар бағыты бойынша аяқтадым. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы Қарулы күштері ұлттық әскери патриоттық орталығы әскери тарихи музейінде қызмет етемін. Мен қарапайым отбасыданмын, туған ағам бар. Анамыз мұғалім болды, кейін ағам екеуміздің тәрбиемізбен айналысқан болатын. Ал әкеміз Семей қаласында әскери бөлімде әскери қызметші болды. Бүгінгі таңда зейнетте, бірақ әлі де сол әскери бөлімде азаматтық персонал ретінде қызмет етіп келеді. Мен үшін әкем әрдайым үлгі болды. Күн сайын біз әкеміздің жұмысқа әскери формамен кетіп келгенін көрдік. Содан болар біздің бойымызда әскери қызметке деген сүйіспеншілік оянды. Мен мектеп қабырғасынан Жайдарманда ойнаған болатынмын. 2015 жылы осы Жайдарман жоғары лигасының чемпионы болған болатынбыз. Жайдарман маған көп нәрсені берді. Ол өмірлік достарымды, және де одан бөлек қазіргі уақытқа дейін қолданып келе жатқан қабілеттерді берген болатын. Оқу орнында аяқтағаннан кейін ұлттық әскери патриоттық орталығы әскери тарихи музейіне алғашқы сұхбаттасуға келген болатынмын. Сол жерге келген кезде ғана менен басқа 20-дан астам кандидаттың болғанын көрдім. Сол уақытта менің бойымда бір үрей, қобалжу пайда болды. Қорғаныс министрінің орынбасары менің жұмысқа қабылданғанымды, сұхбаттасу сәтті өткенін айтты. Біздің ұлттық әскери патриоттық орталығымыз ашылған кезде осы ашылу салтанатына тұңғыш президент келеді, және де оған осы ғимаратты, музейді таныстыру керектігін айтты. Маңызды сәт туды. Біз тұңғыш президентімізді қарсы алдық, оған экскурсия жүріп жатты. Протокол бойынша солға кету керек, ол кісі оңға қарай кетіп бара жатты. Ал маған санама және тапсырма қойылған болатын. Тек қана протоколда белгіленген маршрутпен ғана жүру керек. Мен былай қарай жүріңіз деп белгілен ұстап, маршрутқа түсіріп алғаным бар еді. Ары қарай экскурсиямыз жалғасқан болатын. Осындай бір сәт қорқынышты болды мен үшін. Әскери тарихи музейі 2015 жылы 1 желтоқсанда ашылған болатын. Музейіміздің ерекшелігі еліміздегі бірінші және де қазіргі уақытқа дейін жалғыз әскери тарихи бағыттағы музей болып табылады. Біздің музейіміздің негізгі мақсаты бұл танымдық білім берумен қатар жастарға әскери патриоттық тәрбие беруде болып табылады. Менің негізгі міндеттерімнің бірі бұл музей қонақтарына музейдің көрмелік залдарын таныстыру, жәдігерлер туралы ақпараттар беру, оларды қызықтыру, және де экскурсиядан кейін олардың бойында отанға деген сүйіспеншілік сезімдерін ояту. Музей қорында көне заманнан қазіргі уақытқа дейін қазақ жерін мекен еткен тайпаларға, мемлекеттерге тиесілі жәдігерлер, ұлы тұлғалардың жеке заттары, архивтік құжаттар және де басқа да заттар қойылған. Қазір біз көне заман 19 ғасыр көрмелік залында тұрмыз. Алдарыңызда түркі қағанатына тиесілі экспозиция. Экспозицияда түркі жауынгерлерінің қару-жарақтары, сауыттар қойылған. Түркі жауынгерлерінің садағы көрсетілген. Сол жағында осы садақтың дайын нұсқасы қойылса, оң жағында жасалу үлгісі көрсетілген. Бұл композиция диорама деп аталады. Жалпы диорама дегеніміз жартылай шеңберде полотноға салынған сурет. Алдарыңызда Рахымжан Қошқарбаев атамыздың Рейхстагқа жеңіс туын тігу сәті көрсетілген. Биыл біз Рахымжан атамыздың 100 жылдығын атап өтіп жатырмыз. Осындай қан төгісті, сұрапыл соғыстың соңғы нүктесін біздің қазақ атамыздың қойғандығы біз үшін үлкен мақтаныш, мәртебе. Бұл жерді астаналықтар мен қала қонақтарының барлығы біледі десек те болады, және де сүйікті орындарына айналған болатын. Бұл ашық аспан астындағы әскери техника павильоны. Павильонда 21 техника көрсетілген. Солардың бірі және де ең ерекшесі әрине МиГ-29 ұшағы. Дәл осы ұшақпен еліміздің тұңғыш ғарышкері, ұшқыш сынақшы Тоқтар Әубәкіров Гиннес рекордтар кітабына енген болатын. Яғни әлемде алғашқы болып осындай реактивті ұшақты кеме бетінен әуеге ұшырып, қайтадан кеме бетіне қондырған болатын. Әскери тарихи музейі Қорғаныс министрлігіне тиесілі болғандықтан, музей қызметкерлері мәдени танымдық міндеттермен қатар әскери міндеттерді де атқарады. Музей қызметкерлері де әскери дайындықтан өтеді, ату жаттығулары, физикалық дайындықтар жүргізіледі. Мысалға, мен өзім осы орталықтың волейбол құрамасындамын. Жалпы спортты сүйемін, салауатты өмір салтын әрдайым ұстанамын. Суық күнде тоңбады ма деп, әлде жолы болмады ма деп, жалғызсырап қалмады ма деп.
қам жемеші мама. Мен ең жақсы көретін сәтім пойызбен Семей қаласына бара жатқан сәт. Өйткені ол деген жақсы ойлар ойыңда. Қазір мен ата-анамды көремін, достарымды көремін, балалық шағым өткен үйіме, шаңырағыма барам деген сезім маған қатты ұнайды. Қазіргі уақытта менің жүрегімнің иесі бір таңдаған жарым болады деген ару жоқ. Енді келешекте бұйырса ол адамды кезіктіріп, біз де мемлекеттің бір ұяшығы болып өмір сүреміз дегенге бір сенім білдіремін. Халық даналығы айтқандай, адам өмірде екі нәрсені таңдауда шатаспау керек екен. Біріншісі өмірлік жар болса, екіншісі жұмысын. Өмірлік жарымды әлі таңдамасам да, өз қызметімді таңдауда жаңылыспаған секілдімін. Себебі мен қызметімнің еліме пайда келіп жатқанын білемін. Және де елімнің көркеюіне, Қазақстанның болашағына өз үлесімді қосып жатқандығыма мақтанамын.